Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымыз алдыңғы сабағымыздың жалғасы. Яғни осы көйлегімізді біздер ары қарай тоқып жалғастыратын боламыз. Біздер алдыңғы сабағымызда көйлегіміздің үстіңгі бөлігін және төменгі бөлігін тоққан болатынбыз. Енді бүгін қолын және төменгі бөлігінде обвязкасын тоқитын боламыз. Төменгі бөлігін, бірінші төменгі бөлігіндегі обвязканы тоқитын боламыз. Ол үшін петляға крючогымызды өткізіп аламыз. Және түсті жібімізді аламыз, басқа түсті. Немесе осы түсті жіппен жалғастыра берсеңіздер болады. Мен ақ түсті жіппен ары қарай тоқитын боламын. Яғни жібімізді осылай біріктіріп аламыз да, осы петляға столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Яғни әрбір петляға біздер столбик без накидан тоқитын боламыз. Мінекей. Әрбір петляға бір столбик без накидан айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей, қатар тоқып алдық. Енді келесі қатарда біздер обвязкамен тоқитын боламыз, яғни пико тоқимыз. Ол үшін бір воздушный петля тоқимыз. Осы петляға столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға столбик без накида. 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 Яғни 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 5-ші столбик без накидадан кейін 2-3 воздушный петля тоқимыз. 1-2 3 воздушный петля. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз. Жіпті ілеміз да, осы петлядан өткіземіз. Онан кейін крючоктағы петлядан өткіземіз. Яғни пико. Келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. 2. Келесі петляға столбик без накида. 3. Келесі петляға столбик без накида. 4. Келесі петляға столбик без накида. 5. 5-ші петлядан кейін 3 воздушный петля тоқимыз. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз. Жіпті ілеміз, осы петлядан өткіземіз, және крючоктағы петлядан өткіземіз. Яғни соединитель петля, енді бірден біріктіріп тоқып жібереміз. Онан кейін келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Яғни 5 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін пико тоқимыз. 5 столбик без накида. Онан кейін пико. Яғни пико бізде 3 воздушный петлядан тұрады. 3 воздушный петля. Бірінші петляға бірден біріктіріп тоқимыз. Яғни егер сіздер пиконың алшақ болған қаласаңыздар, ортада петляны алшақ етіп жасасаңыздар болады. Немесе жиі болған қаласаңыздар, 2 петлядан кейін 3 петлядан кейін жасай берсеңіздер болады. Ол енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша болады. Менде
Мінекей осылайша етіп біздер айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен обвязканы жасап шықтым. Енді біздер қолын тоқитын боламыз. Мінекей бір қолын тоқып алдым, енді екінші қолын бірге тоқитын боламыз. Мына жерде менде қолы оң бетінен тоқылған, енді теріс бетінен тоқитын боламын мен. Егер сіздерде теріс бетінен аяқталған болса, оң бетінен тоқисыздар. Мен теріс бетінен бастап тоқитын боламын. Қолдың мына жерде бізде қатар. Мынау бір қатар болады, міне екі қатар, міне үш қатар, міне төрт қатар. Осыларға біздер столбик тоқитын боламыз, яғни бір қатар бізде бір петля болып есептеледі. Міне екі қатар, үш қатар, төрт қатар. Сонымен біздер бірінші шовтың ізі көрінбес үшін шов біздер мына арқа жағынан алып тоқитын боламыз. Арқа жағынан аламыз, крючогымызды өткіземіз, жібімізді іліп аламыз. Іліп алдық. Енді полустолбикпен тоқимыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, төрт қатар. Онан кейін мінекей петляның өзі көрінеді. Әрбір петляға бір полустолбиктен тоқимыз. Осылайша әрбір петляға бір полустолбиктен тоқимыз. Айналдыра тоқимыз. Мінекей мен тоқып алдым. Енді келесі қатар тоқу үшін біздер осылай өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Бір воздушный петля тоқимыз да, бірінші петлядан бастап әрбір петляға бір полустолбиктен тоқимыз. Осылайша осы қатар тоқимыз, және тағы бір қатар тоқимыз. Яғни үш қатар тоқылады. Үш қатар, төрт қатар, оны өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша. Менде мына жақта үш қатар тоқылды. Міне бірінші қатар тоқтық, міне екінші қатар, онан кейін тағы бір қатар. Үш қатар болады сонда. Әрбір петляға бір полустолбиктен тоқимыз. Үш қатар тоқып аламыз, онан кейін төртінші қатарда столбик без накидамен тоқимыз. Әрбір петляға бір столбик без накидамен тоқимыз, онан кейін бесінші қатарында пико тоқимыз. Яғни біздер мана етегінде жасадық, пиконы. Тура солай жасайтын боламыз. Яғни 5 столбик без накида, пико, 5 столбик без накида, пико.
солай тоқитын боламыз. Мына етек жағында біздер тоқыдық, тура солай тоқитын боламыз. Бұл қатарды мен көрсетпеймін, яғни бірге тоқымаймыз, жақтағыдай етіп тоқитын боламыз. Бір қатар, екі қатар, үш қатар осы көк жіппен тоқимын, онан кейін ақ жіппен столбик без накида, онан кейін пико тоқылатын қатар, сонда 5 қатар. Өзіміз осы қатардың барлығын тоқып шығайық. Мінекей, екі қолында тоқыдық. Енді мына жерде тоқитын боламыз. Бұл жерде, яғни алдыңғы бөлігінде, бұл жерде біздерде мінекей бір қатар, бір петля болып есептеледі. Мынау екінші қатар, екінші петля, үшінші қатар, үшінші петля болып есептеледі. Осы екі қатарға біздер 3 столбик без накида тоқимыз. 3 столбик без накида, екі қатарға 3 столбик без накида, екі қатарға 3 столбик без накида. Солай мына жерге дейін тоқимыз. Онан кейін мына жерде, мына мойын жағында әрбір петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Яғни бастапқыда біздер қанша воздушный петля тоқыдық, сонша столбик без накида тоқимыз. Айналдыра тоқитын боламыз. Және айналдыра мына жерге дейін тоқып аламыз. Онан кейін мына бетіне тура солай тоқимыз. Яғни екі қатарға, екі қатар бізде 2 столбик без накида болып есептеледі ғой. Осы екі қатарға 3 столбик без накида тоқимыз. Мінекей, мына жерде мына петляға іліп аламыз. Яғни бірінші қатарға жібімізді іліп аламыз. Столбик без накида. Не бір қатар, не екі қатар. Екінші петля және үшінші петля. Үш петля. Не бір, екі қатар. Онан кейін не бір, не екі қатар. Бір, екі және үш. Осылайша екі қатарға 3 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Мана айтқандай, осылай тоқып шығамыз. Онан кейін жерге әрбір петляға 1 столбик без накида, онан кейін мына жағына да тура солай тоқитын боламыз. Осылайша біздер тоқып шығамыз. Мінекей, мен айналдыра обвязка жасап шықтым столбик без накидамен. Енді ақ жіппен біріктіру петлясымен тоқитын боламыз, яғни соединитель петлямен. Ол үшін мына жерге крючогымызды іліп аламыз. Петляның өзіне емес, төменгі бөлігіне, кішкене төменірек крючогымызды іліп аламыз да. Мен бұл жерді, бұл обвязканы 2,5 мм крючокпен жасайтын боламын. Осылай крючогымызды іліп аламыз. Енді бірінші петлядан бастап тоқимыз. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз, жіпті ілеміз, өткіземіз, петлядан өткіземіз. Петляға крючогымызды өткіземіз, жібімізді іліп шығарамыз, крючоктағы петлядан бірден өткіземіз.
яғни біріктіру петлясы. Мінекей. Осылайша етіп біздер біріктіру петлясымен айналдыра обвязка жасап шығамыз. Осылайша айналдыра жасап шығамыз обвязканы. Мінекей мен обвязканы жасап шықтым. Енді біздер мына жерде тоққан кезде алдыңғы петляны тастап кеткен болатынбыз, иә? Мінекей. Осы жерге тоқитын боламыз енді біздер. Осы жерге тоқу үшін біздер мына жерден бастап тоқимыз, яғни бізде шов мына қапталына кету керек, көйлегіміздің алдына емес, артына емес, қолдың астыңғы жағына кету керек. Мінекей, бірінші петляға крючогымызды өткізіп аламыз осылай. Ақ жіпті аламыз. Жібімізді іліп аламыз. Жіпті іліп аламыз да осы жерге столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида. Яғни әрбір петляға столбик без накидан тоқып шығамыз. Бір столбик без накида тоқимыз. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқитын боламыз. Бір воздушный петля тоқимыз, және осы петляға столбик без накида тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз, келесі петляны тастаймыз да, онан кейінгі петляға столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз, жібімізді ілеміз, петлядан өткіземіз, және крючокта петлядан өткіземіз, яғни пико тоқимыз. Осы петляға тағы столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушный петля. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз, жіпті ілеміз, өткіземіз, және петлядан өткіземіз. Яғни пико. Столбик с накидом. Пико. Столбик с накидом. Пико. Және тағы столбик с накидом. Мінекей. Бізде 5 столбик с накидом және 4 пико. Келесі петляны тастаймыз да, онан кейін петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді
келесі петляны тастаймыз, онан кейін петля тура осылай тоқитын боламыз, яғни столбик с накидом, пико, столбик с накидом, пико, столбик с накидом, пико, столбик с накидом, пико, және тағы да столбик с накидом. Келесі петляны тастаймыз да, онан кейін петляға столбик без накида. Мінекей осылайша етіп біздер айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып алдым. Енді біздер түймені тігіп алуымыз қажет. Менде мына жерде 3 түйме. Мінекей осы 3 түймені тігіп аламын. Сіздерде қанша түйме, сонша түйме тігіп қоясыздар. Қазір мен барлығын тігіп алайын, сонан кейін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей мен түймелерін тігіп алдым, сонымен біздің көйлегіміз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабағымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.